Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында 40 минутта дайын болатын құймақтың жасалу жолын көрсетемін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды және де мені қолдауды ұмытпаңыздар. Егер де ұнап жатса, менің каналымды сілтемесін достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бізге ендеше секер, сұйық май, су, 3 жұмыртқа, тұз, сүт, оның керек болады. Бұның барлығы үй жағдайындағы заттар. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үш жұмыртқаның үстіне шай қасықпен шым-шым тұз саламыз. Венчикпен араластырамыз, жақсылап тұрып. Осының үстіне енді секер саламыз. Секерді сіздерге нақты болу үшін көрсетіп жатырмын. Үлкен қасықпен 9 қасық секер салынады. Секерімізді салып болып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сеткіден осылай ұнды өткіземіз. Енді үстіне май құямыз. Одан кейін сүт құямыз. Мынау ыссы сумен де қайнатылған буы шығып тұр, көріп тұрсыздар. Осы ыссы суды аз-аздан жайлап құйып отырып араластырамыз. Ішіндегі секері, тұзы бәрі еру үшін өте қатты ыстық қайнаған су. Жақсылап араластырып, езіп, сұп-сұйық қылып табамыз қызып тұр. Табаның үстіне біріншінде құярын алдында май жаққан дұрыс. Мен майын жағып алдым. Газдың астын өте баяу отқа қоясыздар. Ажурный деп айтады, или кәдімгі қарапайым құймақ. Бірақ ешқандай да жабыспайды, өте жұмсақ болып піседі. Дәмі сондай тәтті және де жан-жағы да ештеңесі де жабыспайды. Мінекей менің құймақтарым дайын болып қалды пісіп. Менде осы шығарған барлық құймағымнан 25 штуы шықты. Өте жұмсақ және де тәтті болды. Сіздер де істеп көріңіздер. Жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет.